Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге қазанның қақпағында пісірілетін тәтір нанның рецептісін ұсынамын. Өте жұмсақ, өте әдемі болып шығады. Кәдімгі духовкада пісірілгеннен ерекше болып шығады. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен кішкене жылы суымызға бір ас қасық қант пен бір ас қасық ашытқыны салып, жақсылап араластырып, бетін жауып тындырып қоямыз. Онда алдын ала електен өткізіп дайындап қоямыз. Оның үстіне осылай көтерілген апарамызды құйып, бір ас қасық тұзымызды салып, осы судың үстінен кішкене араластырып, 3 ас қасық сұйық майымызды қосып, жақсылап илеп, жұмсақ қамыр етіп шығарамыз. Құрамының барлығын описанияға толық жазып қалдырып кетемін. Құрамындағы барлық ұнды бірден сал жүрмеңіздер. 50-100 грамм алып қалып, артынан үстінен сеуіп отырсаңыздар, сонда жұмсақ қамыр болып шығады. Енді бетін жауып 1 сағатқа тындырып қоямыз. Міне біздің қамырымыз осылайша көтеріліп, әдемі болып ашыды. Енді оны алып, 2 бөлікке бөліп аламыз. Қазанның крышкасын газге төмендей өтіп от жағып, осылайша қойып қоямыз. Бізде дәл осы құрамнан 2 нан шығады. Қамырды 2-ге бөліп, кішкене жабысып жатса, ұн сеуіп жіберіп, жақсылап илеп, осылай видеода көрсетілгенде қолдың көмегімен кольца етіп айналдырып шығамыз. Ендігі кезекте вилканың көмегімен нанның ортасын осылайша тесіп шығыңыздар. Егерде нанды тескіштеріңіз болса, сонымен тескендеріңіз әдемі көрінеді. Енді қазанның қақпағын алып, жұмыртқаны 2-ге бөліп, ағынан сарысын ажыратып, ағын осылайша астына жақсылап жағып шығамыз. Оны алып, қазанның бетіне осылайша видеода көрсетілгенде қоямыз. Ал енді бетіне жұмыртқаның сарысын жақсылап жағып, оның үстінен кунжут сеуіп, ортасына мен кішкене мак сеуіп жібердім. Менде қара кунжут болмағандықтан, егер қара кунжуттарыңыз болса, ортасына сеуіп жіберсеңіздер әдемі көрінеді. Қазанның асты күйіп кетпес үшін осылайша тұз сеуіп жібереміз де, астын орташа отқа қойып, қазанның қақпағын жауып қоямыз. Ара-арасында қарап тұрсаңыздар болады, 15-20 минутта пісіп дайын болады. Екіншісінде дәл солай қайталаймыз, кішкене жайып, арғы бетіне аударып, жұмыртқаның ағын жағып, қазанға осылайша қоямыз. Егер бірінші наннан кейін қазандарыңыз асты кішкене жабысып қалған болатын болса, кішкене жуып жіберсеңіздер болады. Екінші нанның да ортасын осылай вилкамен тесіп, жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут сеуіп, тағы да қазанға қойып, 15-20 минутта пісіріп аламыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай түрі өте әдемі болып шығады, как базарда сатылатын нандар сияқты болады. Духовкада пісіре саламын ғой деп жүрмеңіздер, себебі бұл қазанда пісірген нанның дәмі өте ерекше болып шығады. Пісіріп көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен болған арайлым.